Сәлем достар, бүгінгі видеомызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге PBR текстурасымен қалай дұрыс жұмыс жасау керектігі жайында айтып кететін боламын. Достар, видео басылмай жатып, арнамызға жазылып кетулеріңізді сұраймын. Олай болса достар, біз видеомызды бастаймыз. Алдымен достар, біз астындағы тақтаны дәл осылай тартамыз және біз алдыңғыдай дәл осы таймфреймнің орнына shader editor батырмасын басып, дәл осы панельге қоямыз. Енді достар, жоғарыда қарайтын болсақ, бізде edit деген батырма тұрады. Дәл осы батырма басамыз және preferences деген батырманы басамыз. Енді достар, біз add-ons деген бөлімге қарайтын болсақ, бізде сырттан әкелініп қосылатын, не болмаса осы жерде қосатын, жалғайтын, бір-біріне жалғайтын системалары тұрады. Енді біз поискқа жазамыз note деп жазамыз. Енді бізде еш нәрсе шықпауы мүмкін. Ол үшін достар, не істейміз? Ол үшін жанына қарайтын болсақ, бізде enable add-ons деген only деп тұрады. Осы жерде галочканы біз алып тастаймыз. Енді бізде 3 бағыт ашылды. Соңындағы жүйеге қарайтын болсақ, not wrangle деп тұрады. Осы жерде галочка береміз. Енді достар, біз әдеттегідей соңындағы 3 нүктені басамыз және біз save preferences деген батырманы басамыз. Енді біз X батырмасын басып шығып кетеміз. Әдеттегідей біз shift батырмасын басамыз және біз текстура бөлімінен қаратып, біз environment texture деген батырманы аламыз. Енді достар, біз open деген батырманы басамыз. Әдеттегідей біз өзіміздің интернеттен тартып алған текстурамызды, кез келген текстурамызды дәл осылай белгілеп, open image батырмасын басамыз. Және біз әдеттегідей color батырмасын base colorға келіп жалғаймыз. Міне достар, біздегі объекттің бетіндегі материал. Енді достар, біз бұл жерде PBR текстурасын қалай дұрыс импорттап қолдануға болатынын қарастырдық. Көргендеріңіздей біздегі PBR текстурасын сіздер жасай алдыңыздар деген ойдамын. Достар, видео пайдалы болса арнаға жазылып қолдау білдіріп кетсеңіздер, келесі видеода кездескенше.